18.000 ғаламтор. Соңғы кездері жасанды интеллект туралы көп естіген боларсыз. Жасанды интеллект бір кездері адамның қатысуын талап ететін күрделі міндеттерді орындайтын қосымшалар үшін әмбебап терминге айналды. Мысалы, интернетті клиенттермен қарым-қатынас жасау немесе шахмат ойнау. Әзірлеушілер өзге жағдайда қолмен жасауға тура келетін міндеттерді тиімді орындау, тапсырыс берушілермен өзара іс-қимыл жасау, заңдылықтарды анықтау және проблемаларды шешу үшін жасанды интеллекті қолданады. Онымен жұмысты бастау үшін әзірлеушілерге математикалық білім және алгоритмдерді пайдалана білуді талап етеді. Жасанды интеллект компьютерлік алгоритмдерге шығармашылық жұмысты тапсыруға мүмкіндік беретін технология. Оның көмегімен деректердің үлкен көлемін талдауға, мәтіндерді, бейнелерді, музыканы жинақтауға болады. Жақында ғана бұл технологияны тек фантастика жанрындағы киноларда ғана көруші едік. Мысалға, 2004 жылы жарық көрген Я робот фильмі. Кинодағы ең қызықты және әлеуметтік желіде кеңінен мем боп тараған үзінділерінің бірі детектив тергеу барысында роботты жауапқа тартқан кезі. Сен оны не үшін өлтірдің? Мен доктор Лейнингті өлтірген жоқпын. Онда ол жерде не үшін жасырынып қалғаныңды айтып түсіндіріп берерсің? Мен қорқып кеттім. Роботтар қорқынышты білмейді. Олар ештеме сезбейді. Оған қоса ашығу, ұйқы, мен ұйықтаймын. Мен тіпті түстерді көремін. Түсті тек адам ғана көре алады. Ал сен көре алмайсың, осыны ұғып ал. Сен жай ғана машинасың. Бар болғаны адам өміріне еліктеп жүру. Робот симфония шығара ала ма? Робот кенеп бөлігінен бір туар қайталанбас дүние жасай ала ма? Ал сіз? Егер сол кезде біз бұл сұраққа күмәнмен қарасақ, ал қазір сол роботтың қолынан мұның бәрі келетініне кәміл сенеміз. Өйткені жасанды интеллект қазіргі таңда көптеген функцияларды орындай алады. Тіпті кейде адамнан да озып кетеді. Бірақ мұның барлығы біз ойлағандай жақсы мекен. Google-ға тиесілі стартап DeepMind жасанды интеллект жасап жатыр. Ол қазіргі таңда адамзат үшін ең қауіпті болып табылады деп есептейді Илон Маск. Ол 5 жылдан кейін компьютерлік ойлау адамнан асып түсетінін айтады. The New York Times компаниясына берген сұхбатында Google компаниясына тиесілі жасанды интеллект үлкен алаңдаушылық тудырады деп мәлімдейді Tesla бас директоры Илон Маск. Илон компьютерлік ойлауды бақылаудың ежелден келе жатқан жақтаушысы және миллиардердің айтуынша қазіргі таңда бұл мәселе оны көп алаңдатып отыр. Tesla автокөліктеріне арналған жасанды интеллект бойынша жұмыс оның адамдардан әлдеқайда ақылды болатын жағдайға жақындап келе жатқанын көрсетті. Менің ойымша бұл күнге дейін 5 жылдан аз уақыт бар. Бұл 5 жылдан кейін бәрі де жаман болып кетеді дегенді білдірмейді. Жай ғана жағдай тұрақсыз немесе қызық болады. Илонның айтуынша көптеген ақылды адамдар жасанды интеллекті бағаламайды. Себебі компьютердің адам сияқты ақылды болуы да мүмкін деп ойламайды. Бұл тәкаппарлық және анық қателік деді бизнесмен. Маск кем дегенде 2014 жылдан бастап жасанды интеллект қаупі туралы ойларын ортаға салды. Сол кезде ол Твиттерде адамзат үшін жасанды интеллект сіз ойлағаннан да әлдеқайда қауіпті. Технологияға аса абай болу керектігін жазды. Массачусетс технологиялық институтында сөйлеген сөзінде Маск бұл адамзатқа төнетін ең елеулі қауіп болуы мүмкін екенін айтты. Жасанды интеллект арқылы біз жынды шақырамыз. Пентаграммасы мен киелі суы бар жігіт туралы әңгімелердің бәрінде ол жігіт жынды бақылай алатынына сенімді. Бірақ олай болмады. 2018 жылы ол жасанды интеллект көбінесе ірі компаниялардың қолында шоғырланғанын атап өтті. Мен Google негізін қалаушы Ларри Пейджге және DeepMind негізін қалаушы Демис Хасибиске көзқарасым өте жақсы. Бірақ сонда да мұның бәріне кейбір тәуелсіз қадағалау қажет деп ойлаймын. Жасанды интеллект 17 дәрігер көмектесе алмаған балаға диагноз қойды. ChatGPT балаға 3 жыл бойы 10-нан астам дәрігерге барғаннан кейін сирек кездесетін ауруға диагноз қойды. Алекс созылмалы аурусынуды бастағанда 4 жаста болатын. Оның анасы Кортни, егер ол күн сайын ауырсынатын дәрі-дәрмек ішпегенде, оның халі нашарлап кетер еді деп айтты. Ауру басталғаннан кейін Алекс өзгере бастады.
Ол әбден шаршап, ашу ыза ұстай бастады. Сондай-ақ Алекс жүргенде сол аяғын сүйреп, қатты бас ауруы басталды. Алекстің тістері қиындағанда баланы тіс дәрігеріне алып барды. Дәрігер Алекс тісін қайрап жүргенін сезіп, отбасыны басқа маманға жіберді. Ол дәрігер түнде дұрыс тыныс алуға көмектесу үшін Алекстің аузына кеңейткіш салып берді. Бастапқыда бұл мәселенің шешімі сияқты көрінді. Бірақ одан кейін да көп белгілер пайда бола бастады. Кортни Алекстің өспейтінін байқағанда оны педиатрға апарды. Алексті дәрігерлерге көптеген қабылдауларға апара отырып, Кортни 3 жыл бойы жауап іздеп 17 дәрігермен кеңесті. Біз көптеген дәрігерлерге бардық. Бір кезде жедел жәрдем бөлімінде болдық. Мен күресуді жалғастырдым, деді ол. Ең соңында Кортни ChatGPT жасанды интеллектке жүгінді. Ол зерттеулердің көрсеткеніндей медициналық диагноздарды қою кезінде 72% жағдайда дұрыс болып шығады. Мен шын мәнінде түнді компьютердің алдында осының бәрін қарап өткіздім, деді ол. Кортни Алекстің тест нәтижелерін қарап шығып, оларды ChatGPT-ге енгізді. Чатбот жұлынның байланған синдроммен оралды. Чатботтың диагнозын көрген Кортни мұның мәні бар деп түсінді. Жұлынның байланған синдромы жұлынның омыртқа арнасына аномальды бекітілуіне және баланың өскен сайын қан айналымын шектеуге әкеліп соғады. Бұл ұйқыға, ауырсынуға, бұлшықет әлсіздігіне және қозғалысты бақылаудағы проблемаларға әкеледі. Кливленд клиникасының мәліметінше, симптомдар жүру кезіндегі қиындықтарды, түссіз тері учаскелерін, аяқ пен арқаның үсігуін, қатты ауруын, сколиозды, несеп қабын және ішекті бақылау проблемаларын, сондай-ақ бұлшықет массасын жоғалтуды қамтиды. Бұл ауру ақш-тағы балалардың жылына 1%-нан кем болып тұрады. Алекстің ауруының ең ауыр түрі омыртқаның жасырын жарылуы. Ол омыртқада аздап үзіліс тудырады. Бірақ жүйкеге зақым келтірмейді. Бұл форманы диагностикалау қиындау, себебі ақау аз және оны көру қиын. ChatGPT Алекс диагнозын қойғаннан кейін осы жазда оған ота жасалды. Қазір бала өз қалпына келуде. Анасының айтуынша бала енді бақытты. Ол спортпен шұғылданып, басқа балалармен уақыт өткізуді жақсы көреді. Өткен айдағы Бостондағы Mass General Brigham зерттеушілері жариялаған зерттеу көрсеткендей, ChatGPT 72% жағдайда дұрыс диагноз қояды. Шамамен ординатор дәрігермен бірдей жиілікпен. Ал тәжірибелі дәрігерлердің көрсеткіші әдетте 95% құрайды. ақш-та футбол матчы өтетін стадионда адамға қатты ұқсас роботтар жүрген видеосы әлеуметтік желіде барлығы көрген болар. Тіпті ақш жаңалықтарында да жасанды интеллекті бар роботтар матчқа келгенін айтты. Бір жағынан бұл роботтарға қарасаңыз бір түрлі суық және қорқынышты болып көрінеді. Бірақ екінші жағынан роботтардың киіміндегі жазуға мұқият қарап мән берсеңіз, онда The Creator деп жазылып тұр. Яғни бұл жаңа фантастикалық фильмнің атауы. Оның трейлері YouTube'да және басқа әлеуметтік желілерде бар. Бұл жай ғана фильмге рекламалық акция іс-шарасы. Роботтардың жүзіне қарасаңыз, актерлар қаншалықты тырысқанымен, эмоциялары мен гримдері көрініп тұр. Алайда бұл роликке көбісі сеніп, қорқып кетті. Бәлкім соңғы кездері жасанды интеллект туралы барлық жерде айтылып жатқаннан адамдар осындай әсер алған болар. Жоқ әлде мұның бәрі қазіргі уақытта ғана жай ғана фантастикалық кино болып, кейіннен жылдар өте шынайы өмірге айнала кете ме екен? Өз ойларыңызды комментарийде жазып кетіңіз. Сонымен жасанды интеллект адамзатқа зияны бар ма? Адамзат тарихында кез келген технологиялық прогресс адамдар үшін кәдімгідей стресс болған. Мысалға, адамдар алғаш рет автомобиль ойлап тауып, енді ұзақ қашықтыққа атпен жол жүру міндетті емес. Ол іштен жанатын қозғалтқыш арқылы жүретінін айтқанда, адамдар кішкене шошып, таңғалып, қорқынышпен және сенімсіздікпен қараған болар. Енді бізді толығымен осы көліктер ауыстырып, басып алатын болды деген ойлар да келген болар. Ал адамдар ұшақ ойлап тапқанда, оған сол кездің адамдарының реакциясы қандай болған екен? Бәлкім,
Бұл шайтан бәлеге сенім жоқ, ұшырып басқа жерге алып кетсе қайтерміз деген ойлары да болған шығар. Бірақ адамзат бұл технологияларды күнделікті өмірде өз пайдасына тиімді етіп пайдалануды үйренді. Технологиялар кинодағыдай қорқынышты зиянын тигізе қойған жоқ. Әрине, әр адамның оны қай мақсатта қолданғанына байланысты. Тіпті сіздің қолыңыздағы смартфон, компьютер, ноутбуктарда да жасанды интеллект бар. Яғни алдын ала бағдарламалау енгізілген программалар арқылы. Әдетте көп уақыт және еңбекті талап ететін тапсырмаларды сіздің орныңызға тез орындап береді. Ал қазіргі таңда бұл технология жаңа деңгейге өсті десек болады. Егер біз жасанды интеллекті ақылмен, дұрыс бағытта, күнделікті өмірде шешетін тапсырмаларға жарқын мақсатта қолдансақ, бұл тек адамзат өмірін одан да көбірек жеңілдете түседі деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мұның